Балалар, бүгінгі оқу іс-әрекетімізді шаттық шеңберінен бастайық. Кәне. Сәлем береміз достарға, сәлем береміз құстарға, сәлем береміз бәріне, сәлем береміз балаларға. Ал орнымызға отырайық. Балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен жол жүру ережесі жайында әңгімелесеміз. Сендер жол жүру ережесін білесіңдер ме? Ja. Білесіңдер, тамаша. Жол заңы дұрыс жүріп, абай болуды талап етеді. Кім жол ережесін сақтайды, әрқашанда тәртіп сақтағаны, иә? Кәне, енді теледидарға назар аударайық. Балалар, қараңдаршы суретке. Қызыл, сары, жасыл шам, көшеде тұр бағдар шам. Бағдар шам не екенін білесіңдер ме сендер? Бағдар шам не үшін керек? Жолда. Дұрыс жүру үшін, иә. Көліктерде дұрыс жүру үшін, және де жаяу жүргіншілерде дұрыс жүру үшін. Суретте біз не көріп тұрмыз? Жолдың үсті, иә. Енді қараңдаршы балалар, жолдың үстімен не жүреді? Көліктер жүреді, иә. Ал көліктерден басқа жолдың үстінде не көруге болады, балалар? Жолдың үстінде тағы да не бар? Жаяу жүргіншілер, иә, бар, тағы да. Биік үйлер бар ма? Жолдың үстінде. Жанында, иә, бар. Тағы да не бар? Жолдың жанында не бар тағы да? Ағаштар отырғыза ма? Жолдың жағасында. Иә. Тағы да не көруге болады жолдың маңайында? Сарайлар, иә? Жарайды, жақсы. Енді қараңдаршы балалар, жолдың үстінде міне бағдар шамды көріп тұрмыз, иә? Бағдар шамды көріп тұрмыз. Ал енді балалар, бізге бүгін қонаққа, балалар, келді жол тәртібін сақтайтын қызметкер. Қараңдаршы, оның арнайы өзінің киімі бар, иә? Және де, оның киімінде де не көріп тұрмыз біз? Бағдар шамды көріп тұрмыз, иә? Бұл жол тәртібін сақтайды. Сендердің қалай жол тәртібін білетіні сендер оған көрсетесіңдер, иә? Ол көргісі келеді. Жақсы ма? Ja. Жарайсыңдар ендеше, біз оны былай тұрғызып қояйық, иә? Балалар, жол тәртібін сақтау үшін жол белгілерді білу керек, иә? Жол белгілер әртүрлі болады. Теледидарға назар аударайық, міне, қараңдар. Мынау жол тәртібін сақтайтын қызметкер, иә? Барлық осы жол белгілерін білу қажет деп айтады, иә? Егер де мынандай белгіні біз көрсек, кім біледі? Бұл қандай белгі екен? Балалар өтетін жол, иә? Қайталайық енді. Балалар өтетін жол. Жүгіріп өтетін жол, иә? Мына, егер де белгі болса, ол велосипедпен жүруге болады деген жол, иә? Мынау, егер де жол белгісін көрсек, Ол жақта жүруге болады. бұл жаяу жүргіншілер жолымен жүруге болады, иә? Жаяу жүргіншілер жолымен жүруге болады. Ал мынау адамдар жүруге болады, иә? Адамдарға жүруге болады. Мынау тағы да міне велосипедпен жүретін, адамдарға жүретін жол. Тағы да міне егер де міне қарасақ, міне жолдың үстінде осындай белгілері тұрады. Иә? Сол белгілерді біз бәріміз кездесеміз.
Егер де мынаны белгіні кездессек, онда адамдарға жүруге болмайды. Ал мынау жүгіріп өтуге керек, я жүгіріп өту керек. Мынау жаяу жүргіншілер жолы. Келесі міне, мынау белгіні кездескендерің бар ма? Бұл қандай белгі деп ойлайсыңдар? Жүруге болмайды. Стоп дейді, я? Жүрмейміз. Оны темір жолда әсіресе кездесуге болады, я? Темір жол үстінде. Ал мынау белгі бас жол мен жүретін жол, я? Көліктер жүреді бас жолмен. Жақсы, жарайды балалар. Ал енді балалар қараңдар. Теледидарда не көріп тұрмыз? Автобус. Автобус. Айлин, маған көрсетші кәне. Жаяу жүргіншілер жолын көрсетші кәне. Жаяу жүргіншілер жолы қай жолмен жүреді кәне? Жаяу жүргіншілер жолы. Пешеход жолы қайда? Жарайсың. Жақсы. Кәне, адамдарға жүруге болмайды, кәне асыл. Жарайсың, тамаша. Негізгі жол, көліктер ол белгіге қарап, көліктер жүреді. Қай жерден, кәне, кім көрсетеді маған? Негізгі жолды, кәне, негізгі жолды. Жоқ, дұрыс па балалар? Кәне, кім көмектеседі? Негізгі жолды кім көрсетеді? Кәне асыл, кәне Мерей сен қара. Жарайсың асыл, дұрыс. Міне негізгі жол мынау белгімен барлық көліктер жүреді, я? Отыра ғой, Мерей. Ал адамдар жүретін, астыңғы жолмен жүретін жолды кәне кім көрсетеді маған белгіні? Кәне Мерей, Амина. Адамдар жүретін жолды. Дұрыс, я. Бұл белгі, я? Балалар, тұрады мектептердің жанында, балабақшаның жанында. Осы белгіні көруге болады, я? Осы белгімен адамдар өтеді. Түсінікті ма? Ал жүруге мүлде болмайды деген белгіні кәне кім көрсетеді? Айланы. Адамдарға жүруге болмайды. Я, дұрыс. Дұрыс. Жарайсыңдар. Түсінікті ме балалар сендерге? Я. Енді біз жол белгілерін білеміз, я балалар? Балалар, жолдың үстінде қандай көліктер жүреді? Жүк көліктері, я? Жақсы. Жүк көліктері не тасымалдайды? Қолымызды көтерейік. Қар. Ауыр заттарды тағы. Асыл. Құм. Тас тасиды тағы. Қар. Құм дедік, я? Көмір. Жақсы. Ал жеңіл көліктер? Адамдарды тасиды, дұрыс. Жақсы. Мына теледидарда нені көріп тұрмыз? Автобус. Ол қандай көлікке жатады? Жүкке ме, әлде жеңіл көліктерге? Жеңіл көліктерге. Жарайсыздар. Ал тағы да жолдың үстінде нені көруге болады, балалар? Нені кездесеміз біз? Аялдама, я? Кәне қайталайық. Аялдама. Орысша остановка дейміз, я? Қайталаймыз. Остановка. Аялдама. Жарайды, жақсы балалар. Балалар, ал сендер жаяу жүргіншілер жолына, жолдың үстіне барғыларың келе ме? Я. Оның тәртібін қалай сақтауын білгілерің келе ме? Я. Олай болса, мен сендерді жолдың үстіне саяхатқа шақырамын. Ал жүріңдер, тұрайық. Жүріңдер.
қараңдаршы, біз қайда келдік? Жол үстінен келдік, иә? Қараңдаршы, көліктер жүріп жатады, иә, жолдың үстінде. Көліктерді кім жүргізеді, балалар? Жүргізуші. Кәне, бізде кім жүргізуші болады? Мадияр, Нұрали, кәне. Көліктің үстіне отырайық. Енді көліктер жүргенде қандай шаммен олар жүреді? Жасыл шаммен жүреміз. Балалар, ал көліктер өткен соң біз қандай шаммен жүреміз? Жасыл шам жанғанда, иә, біз жүреміз. Ал енді кәне көліктер кәне жүреді. Қызыл шам жанды. Тоқтады. Ал енді кімдер өту керек, балалар? Оларды қалай айтамыз біз? Жаяу жүргіншілер. Кәне өтейік. Көлік тоқтап тұр. Балалар, ал бірінші өтер алдында біз оңға, солға қараймыз, иә? Жарайсыңдар. Ал енді көліктер өтетін жасыл шам жанды. Жарайсыңдар жүргізушілер. Ал енді бірінші тапсырманы балалар біз орындадық. Келе қойыңдар. Келіңдер. Мен сендерге топтастыр атты дидактикалық ойынды ойнауды ұсынамын. Сендердің алдарында суреттер, оның ішінде жол белгілері және кез келген суреттер. Мына магниттік тақтаға жол белгілерін ілеміз, ал мұнда кез келген суреттерді. Түсінікті ме? Иә. Олай болса ойынды бастайық. Так, қазір келеді мұнда Мадияр және де Арнур. Сен, Арнур, жол белгілері, ал сен кез келген суреттерді, Мадияр. Мұнда ілеміз. Тамаша. Так, енді Мансур жол белгілері, Амина кез келген суреттерді. Тез-тез. Жақсы. Ал енді Нұрали мен Айланы. Нұрали кез келген суреттерді, Айланы жол белгілері. Жақсы. Так, Медина мен Мирей. Кәне. Медина кез келген суреттерді, а Мирей жол белгілерін. Тамаша. Так, Алинур мен кім ойнаған жоқ айны? Алинур мен Асыл, кәне. Асыл жол белгілері, ал Алинур кез келген суреттерді. Жақсы, тамаша. Балалар өте жақсы, сендер жол белгілерін біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, осы тапсырманы біз өте тамаша орындадық, иә? Келесі тапсырмамен мен сендерді танысып өтейін. Балалар, ал қазір мен сендерді келесі тапсырмамен таныстырамын. Ол үшін біз екі топқа бөлінеміз, иә? Бірінші топқа отырады Мадияр, Амина Садвакасова, Арнур. Анау үстелге барып отырамыз. Ал қалғандары екінші топқа боласыңдар. Балалар, ал енді мен сендерді ойынның шартымен таныстырып өтейін, иә? Тапсырманың шарты. Сендердің алдарында не? Бағдаршам, иә? Бағдаршам. Сендер қазір бағдаршамның түстерін дұрыс қойып табу керексіңдер, иә? Қандай түстері бар екенін білесіңдер ғой сендер? Иә, жарайсыңдар. Ал сендерге балалар, сендердің алдарында жол белгілері және де суреттер. Сендер
дұрыс жол белгілеріне сәйкес суреттерді тауып қызыл қарындашпен сызасыңдар. Түсінікті ме, балалар? Жол белгілерін сендер білесіңдер. Ал тапсырма түсінікті ма? Олай болса, балалар, барлығымыз жұмысты бастаймыз. Жақсы. Мен тексерейін. Асыл. Мынау жол белгісінде кімде жүру керек? Көліктер ме, әлде адамдар ма? Адамдар. Сен дұрыссыз, Зания. Мансур, сенше? Сенде қандай белгі жол белгісі? Қандай белгі? Бас жолы, я? Бас жолмен жүретін жол, я? Жақсы. Сен дұрыссызын ба? Қандай жол, не жүреді мұнда? Көліктер, я? Так, Айлана, сенше? Адамдар, балалар жүреді, я? Жарайсын. Медина, сенше? Адамдар, жаяу жүргіншілер жолы белгісі, я? Сенде, Алинур, Нұрали? Адамдар жүреді. Так, жақсы. Тамаша. Жарайсын, Нұрали. Нұрали, сенде қандай белгі? Жаяу? Жүргіншілер жолы. Сенде мұнда осы белгіде кімдер жүреді? Адамдар жүреді. Жақсы балалар, сендер тапсырманы өте тамаша орындарыңдар. Ал сендерші балалар, кәне тапсырманы қалай орындарыңдар? Бірінші, қандай шам жанып тұрады? Қызыл шамға біз не істейміз? Не істейміз қызыл шамға? Тоқтаймыз, я? Ал егерде жасыл шам жанса не істейміз? Жасыл шам жанса не істейміз біз? Жарайсыңдар балалар, сендер жақсы орындарыңдар тапсырманы. Ал балалар, қызыл шам жанғанда біз не істейміз? Мадия, не істейміз біз? Тоқтаймыз. Ал жасыл шам жанғанда не істейміз? Жүреміз. Тамаша балалар, сендер де тапсырманы өте жақсы орындарыңдар. Балалар, екінші тапсырманы біз тамаша орындадық, я? Ал енді орнымыздан тұрайық. Балалар, енді мен сендерге автобус деген қимылды ойынды ойнауды ұсынамын. Автобуста, балалар, автобусты кім жүргізеді? Кім жүргізеді автобусты? Жүргізуші жүргізеді, я? Бізде жүргізуші болады Алинур. Алинур. Енді балалар, ойын шартын тыңдаңдар. Алинур бізде автобустың жүргізушісі болады, я? Ал сенде автобусты келген отырған адамдар боласыңдар, я? Егерде қазір мен сендерге мынау жасыл шамды көрсетсем, сендер Алинурдың автобусына отырып, бәрін бір-бірін соңынан жүресіңдер, я? Егерде сары шам көрсетсем, онда сендер қолдарыңды шапалақтайсыңдар биікке көтеріп. Ал егерде қызыл шам жанса, онда бәрінде отыра қаласыңдар. Түсінікті ме, балалар?
Ал, олай болса, ойынды бастайық. Жасыл шам жанды. Кәне, бір-бірінің соңынан бірінші Алинур. Ал сендер оның соңынан. Ал енді мен бағдаршамды көрсетемін. Жасыл шам жанды. Не істейміз біз? Автобустың ішіне отырып, кәне автобуспен жүреміз жолдың үстіне. Жарайсыңдар. Міне, жақсы. Тамаша, сары шам жанды. Өте жақсы. Так, жасыл шам жанды. Тамаша, қызыл шам жанды. Өте жақсы. Жасыл шам жанды. Сары. Тамаша бала. Жеткілікті. Бала, сендерге ойын ұнады ма? Ұнады. Міне бала, біз барлық тапсырмаларды өте жақсы орындадық, иә? Ал енді топқа оралады. Кез келді. Бала, кәне қазір біз не істейміз? Қандай жолмен өтеміз? Жаяу жүргіншілер жолымен. Қандай шам жанғанды? Жасыл шам жанғанды. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қызыл шам жанып тұр. Иә? Біз қандай шаммен жүреміз? Жасыл шам жанғанда жаяу жүргіншілер жүреді, иә? Жасыл шам жанды. Кәне, өтейік бір-бірінің соңынан. Өтейік. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Кәне, орнымызға отырайық. Балалар, біз тамаша бүгін саяхат жасадық, иә? Жол тәртібін біз өте жақсы білетін болдық, иә? Ал, балалар, біз бүгін керемет саяхат жасадық. Жол тәртібін өте жақсы білдік, иә? Қандай жол белгілерін сендер енді білесіңдер? Қандай белгілерін білесіңдер? Жаяу жол. Я тағы жүгіріп өтетін жол. Тағы да тоқта деген жол, иә? Адамдарға жүруге болмайды. Жарайсыңдар, жақсы. Балалар, ал жол дегеніміз ол дорога. Кәне, қайталайық. Дорога. Я? Жолды дорога деп. Тағы да бір рет. Дорога. Тамаша балалар. Міне, бүгінгі сабақ бізде өте тамаша өтті. Балалар, мынау біздің қызметкер де өте риза. Сендердің сабақтарына келіп, өте риза болды. Сендер барлық тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар, дұрыс орындадыңдар, иә? Және де жол белгілерімен тағы да жақсы, одан да жақсы білетіндей таныстыңдар. Сендерге рахмет дейді. Сау болыңдар деп айтады. Жақсы. Бала, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Біз бүгін қандай болдық? Тамаша болдық. Ендеше біз бір-бірімізге қол шапалақтайық. Рахмет сендерге балалар.